Аурухананың ұзын дәлізінде түнгі шамдар ғана әлсіз жанып тұрды. Терезеге соққан күзгі жаңбырдың дыбысы ескі ғимараттың ішін одан сайын мұңға толтырып жібергендей еді. Қабырға сағаты тықылдап, әр секунд өткен сайын біреудің тағдырын санағандай әсер қалдыратын. Дәрігер Әлия кезекті түнгі ауысымнан кейін кабинетінде жалғыз отырған. Үстел үстінде ашылмаған құжаттар, суып кеткен кофе және ескі фотосурет жатты. Фотода ол күлімдеп тұр. Қасында туған ағасы Нұрлан. Сол суретке қараған сайын Әлияның жүрегі шым ете қалатын. Өйткені бұл фото бәрі жақсы болған соңғы күннің естелігі еді. Одан кейінгі оқиға оның өмірін түгел өзгертіп кеткен. Әлия бір кездері қаладағы ең мықты жас дәрігерлердің бірі саналатын. Әріптестері оның білімін мақтайтын, науқастар сенім артатын. Бірақ бір ғана түн оның бүкіл сенімін күл-талқан етті. Сол түн ағасы Нұрланды жедел түрде ауруханаға алып келген. Әлия көмектесші деген әлсіз дауыс әлі күнге дейін оның құлағынан кетпейтін. Нұрланның жағдайы ауыр еді. Сирек кездесетін дерт тез асқынып кеткен болатын. Басқа дәрігерлер абдырап қалған кезде Әлия бар жауапкершілікті өз мойнына алды. Өйткені ол тек дәрігер емес еді. Ол қарындас болатын. Сол сәтте оның ішінде екі адам арпалысып жатты. Бірі салқын қанды дәрігер. Екіншісі жақынын жоғалтудан қорыққан қарындас. Таңға дейін операция жалғасты. Аурухана іші тым-тырыс еді. Тек аппараттардың дыбысы мен дәрігерлердің асығыс қадамдары естілетін. Әлия қолындағы құралдарды дірілдеген саусақтарымен ұстап тұрды. Өмірінде алғаш рет өзіне сенімсіздік сезінді. Біз үлгеруіміз керек деді ол сыбырлап. Бірақ тағдыр басқа шешім қабылдаған еді. Таң ата Нұрланның жүрегі тоқтап қалды. Сол сәт Әлияның өмірінде уақыт тоқтап қалғандай болды. Құлағына ештеңе естілмеді. Айналасындағы адамдардың қозғалысы да баяулап кеткендей көрінді. Ол тек монитордағы түзу сызыққа қарап қатып қалған. Дәрігерлер үнсіз төмен қарады. Ал Әлия орнынан қозғалмады. Өйткені дәл сол сәтте ол тек ағасынан емес, өзінен де айырылып қалғандай. Оқиғадан кейін бірнеше ай өтті. Бірақ Әлия бұрынғы Әлия емес еді. Ол күлімдеуді қойды. Үйіне тек ұйықтау үшін ғана баратын. Адамдармен аз сөйлесетін болды. Әр науқастың көзінен ағасының жанарын көретін. Ең қиыны өзін кешіре алмауы еді. Егер басқа шешім қабылдасам ше? Егер ертерек байқасам ше? Мүмкін мен жақсы дәрігер емес шығармын. Осы ойлар оны күн сайын іштен жеп бітіретін. Бір күні бөлім меңгерушісі оны кабинетіне шақырды. Әлия, сен демалуың керек деді сабырлы үнмен. Мен жақсымын. Жоқ, сен тек жұмыс істеп жүрсің. Бірақ өмір сүріп жүрген жоқсың. Әлия үндемеді. Себебі ол да мұны түсінетін. Бірақ тоқтаудан қорқатын. Өйткені жалғыз қалса, өткен күндердің елестері қайта оралатын. Сол түні кезекшілік тыныш басталған. Бірақ түн ортасында қабылдау бөлімі абыр-сабыр болып кетті. Жедел науқас келе жатыр. Жағдайы ауыр. Дереу операциялық бөлмені дайындаңдар. Әлия орнынан асығыс тұрды. Каталкадағы науқасты көрген сәтте оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Себебі науқастың диагнозы Нұрланның диагнозымен бірдей еді. Әлияның қолы мұздап кетті. Көз алдына баяғы қорқынышты түн қайта келгендей болды. Науқастың анасы жылап оның қолынан ұстап алды. Өтінемін, баламды құтқарыңызшы. Осы сөздер Әлияның жүрегін тіліп өтті. Бірнеше секунд бойы ол қатып қалды. Ішіндегі қорқыныс қайта оянды. Егер тағы кеш қалсам ше? Егер тағы біреуді жоғалтсам ше? Операциялық бөлменің есігі ашық тұрды. Барлығы Әлияға қарап қалған. Өйткені бұл жағдайда ең тәжірибелі дәрігер сол еді. Бірақ бұл жолы мәселе тәжірибеде емес болатын. Мәселе оның өткеннен қашып құтыла алмауында еді. Әлия терең дем алды. Көзіндегі жасын білдірмеуге тырысты. Сосын баяу ғана. Науқасты операцияға дайындаңдар деді. Бірақ оның ішінде үлкен дауыл басталып кеткен еді. Операциялық бөлменің ақ шамдары Әлияның көзіне тым жарық көрінді. Бөлме іші салқын болғанымен, оның маңдайынан суық тер сырғып тұрды.
Қолына қолғап киіп жатып та саусақтарының дірілін жасыра алмады. Жанындағы жас дәрігерлер оның жүзіне алаңдап қарап қояды. Өйткені олар алғаш рет Әлияны осындай күйде көріп тұрған. Әдетте ең қиын жағдайда сабыр сақтайтын дәрігер бүгін үнсіз еді. Ал оның ішінде өткеннің жарасы қайта ашылып жатқан. Науқастың аты Самат. Жасы небәрі 17-де. Өмірге енді ғана қадам басып келе жатқан жасөспірім. Каталкада жатқан бозбаланың жүзі аппақ болып кеткен. Аппаратураның әлсіз дыбысы ғана оның тірі екенін білдіретіндей. Әлия медициналық құжаттарды қайта-қайта қарап шықты. Диагноз. Дәл сол. Тура сол. Бір әрпі де өзгермегендей. Сол сәтте оның жүрегі шаншып кетті. Көз алдына Нұрланның соңғы сәттері елестеді. Әлия кетіп қалмашы деген әлсіз дауыс құлағында жаңғырып тұрды. Ол көзін қатты жұмып алды. Бірақ естеліктер тоқтар емес. Осыдан 3 жыл бұрын Нұрлан ауруханаға түскен түні бәрі өте тез болған еді. Әлия ол кезде өз күшіне қатты сенетін. Мен құтқара аламын. Мен үлгеремін. Мен дәрігермін ғой. Бірақ кейде тағдыр адамның сеніміне қарамайды екен. Операция кезінде бір ғана сәт бәрін өзгертті. Қысқа ғана секунд. Қате шешім бе? Кеш қабылданған әрекет пе? Әлия әлі күнге дейін нақты жауабын білмейтін. Бірақ сол секундтан кейін жағдай күрт қиындап кеткен. Ал содан бері ол өзін кінәлап келеді. Ешкім оны айыптамаған. Тіпті тәжірибелі профессордың өзі. Сен қолдан келгеннің бәрін жасадың деген. Бірақ адамның ең қатал соты өз жүрегі екен. Әлия өзін күн сайын қайта-қайта жазалайтын. Дәрігер, науқастың қысымы түсіп барады деген дауыс оны ойынан жұлып алды. Әлия селк етіп шындыққа қайта оралды. Монитордағы көрсеткіштер баяу төмендеп бара жатты. Уақыт аз еді. Өте аз. Дайынбыз ба? Деді ол өзін барынша сабырлы ұстауға тырысып. Иә, дәрігер. Операция басталды. Бөлме үшін үнсіздік басты. Тек аппараттардың дыбысы мен құралдардың сыңғыры ғана естіледі. Әлия бар назарын жұмысқа аударуға тырысты. Бірақ жүрегі тыныш емес еді. Әр қимылы оған бұрынғы түнді еске салатын. Әр секунд сайын қорқыныш күшейе түсті. Тағы кешігіп қалма. Қолың қалтырамасын. Бұл жолы қателеспе. Ол өзімен іштей сөйлесіп жатқандай болды. Бір кезде жас дәрігер Айбек оның дірілдеген қолын байқап қалды. Әлия апай, жағдайыңыз дұрыс па? Жұмысыңды істе, деді ол қатқылдау үнмен. Өйткені дәл қазір әлсізді көрсетуге болмайтын. Бірақ шындық басқа еді. Ол қорқып тұрған. Өте қатты қорқып тұрған. Саматты емес. Өткенін қайта жоғалтудан қорқатын. Операция бірнеше сағатқа созылды. Уақыт өткен сайын жағдай қиындай түсті. Бір сәтте аппарат қатты дыбыс шығарып жіберді. Жүрек соғысы төмендеп барады. Бөлмедегі бәрі қозғалып кетті. Дәрігер. Әлияның тынысы тарылып кетті. Дәл осындай дыбыс. Дәл осындай сәт. 3 жыл бұрында болған. Құлағы шулап, көз алды тұманданып кетті. Ол бірнеше секундқа қатып қалды. Ал операция үстінде 1 секундтың өзі кейде тағдыр шешетін уақыт болатын. Әлия, деді көмекшісі айқайлап. Ол селк етіп есін жиды. Саматтың анасының жылаған даусы есіне түсті. Баламды құтқарыңызшы. Әлия тістерін қатты қысты. Көзіндегі қорқыныш баяу ашуға айналды. Өзіне деген ашуға. Өткенде деген ашуға. Жылдар бойы қашып жүрген әлсіздігіне деген ашуға. Сол сәтте ол алғаш рет өзіне іштей айқайлады. Жетеді. Ол қолын ұстап батыл қимыл жасады. Қан дайындаңдар. Дереу. Қысымды бақылаңдар. Дәрігерлер бірден іске кірісті. Әлияның дауысы қайтадан сенімді шыға бастады. Бірақ тағдыр әлі соңғы сынағын көрсетпеген еді. Бірнеше минуттан кейін аппарат тағы да ұзақ, қорқынышты дыбыс шығарды. Монитордағы сызық баяу түзу сызыққа айнала бастады. Аппараттан шыққан ұзақ дыбыс операциялық бөлменің ішін тіліп өткендей болды. Жүрек тоқтап барады, деді көмекшілердің бірі абыржыған дауыспен. Монитордағы сызық баяу түзу сызыққа айналып жатты.
Сол сәтте уақыт тағы да тоқтап қалғандай көрінді. Әлияның жүрегі кеудесіне сыймай соқты. Көз алдына 3 жыл бұрынғы қорқынышты түн қайта келді. Дәл осындай дыбыс, дәл осындай жарық, дәл осындай үміт пен қорқыныс араласқан сәт. Нұрланның жүзі елестеді. Соңғы рет оған қараған көзі. Соңғы демі. Әлияның тынысы тарылып кетті. Қолдары әлсіреп бара жатқандай болды. Ол бір сәтке көзін жұмды. Ішінен әлсіз дауыс шықты. Мен тағы да кешіктім бе? Операциялық бөлмедегі бәрі оған қарап тұрды. Бір ғана бұйрық күтуде. Бір ғана шешім. Себебі дәл қазір науқастың тағдыры оның қолында еді. Бірақ Әлияның ішінде екі түрлі сезімі арпалысып жатты. Бірі, тоқта, сен тағы қателесесің. Екіншісі, күрес, әлі кеш емес. Аппараттың үздіксіз дыбысы оның ойын бөліп жіберді. Сол сәтте ол кенет анасының сөзін есіне алды. Бала кезінде анасы оған үнемі: адам құлаған жерінен қайта тұруы керек, қызым, дейтін. Әлия көзін ашты. Бұл жолы оның жанарында қорқыныш емес, қайсарлық пайда болған еді. Реанимацияны бастаймыз, деді ол қатты дауыспен. Бөлме бірден қозғалып кетті. Дефибриллятор. Дәрілер дайын. Уақытты белгілеңдер. Әлия Саматтың кеудесіне қарап тұрып терең дем алды. Бұл жолы берілмеймін. Ол барлық күшін жинады. Бар білімін, бар тәжірибесін, бар жүрегін. Бірінші разряд. Аппарат соғылды. Саматтың денесі селк етті. Бірақ монитор өзгермеді. Түзу сызық, үнсіздік. Жас дәрігерлердің жүзінен қорқыныш байқалды. Біреуі баяу ғана: дәрігер деп еді. Әлия сөзін бөліп жіберді. Тағы екінші разряд берілді. Тағы үнсіздік. Әлияның көзінен жас шығып кетті. Бірақ бұл әлсіздіктің жасы емес еді. Бұл жылдар бойы іште жиналған ауырлықтың жасы болатын. Ол Саматқа қарап тұрып, іштей Нұрланмен сөйлескендей болды. Кешір мені. Мен ол кезде әлсіз болдым. Бірақ бұл жолы бәрін соңына дейін жасаймын. Сол сәтте мониторда әлсіз ғана қозғалыс пайда болды. Тоқтаңдар, деді көмекші. Барлығы экранға қарады. Өте әлсіз. Бірақ жүрек соғысы қайта байқалған еді. Пульс пайда болды, деді біреуі сенбей. Әлия сенер-сенбесін білмей экранға қарап қалды. 1 секунд. 2 секунд. Сосын жүрек соғысы біртіндеп қалыпқа келе бастады. Бөлме ішіндегі ауыр тыныштықты адамдардың жеңіл дем алғаны бұзды. Бірақ Әлия әлі қуана алмады. Өйткені қауіп толық өткен жоқ. Саматтың жағдайы әлі де ауыр еді. Операцияны жалғастырамыз, деді ол шаршаған дауыспен. Бірақ енді оның ішінде басқа сезім пайда болған. Үміт. Көп жылдан кейін алғаш рет. Таң атуға жақын операция аяқталды. Әлия операциялық бөлмеден шыққанда аяқтары әрең қозғалып тұрды. Дәліз бос еді. Тек терезеден бозарып келе жатқан таңның жарығы түсіп тұр. Қабырғаға сүйеніп тұрған Саматтың анасы оны көре сала орнынан ұшып тұрды. Көзі ісіп кеткен. Түні бойы жылағаны көрініп тұр. Дәрігер. Әлия бірнеше секунд үнсіз қалды. Осы үнсіздік әйелге бір ғасырға созылғандай сезілді. Сосын Әлия баяу ғана: ұлыңыз тірі, деді. Әйелдің көзіне жас толып кетті. Ол қолымен аузын жауып, жылап жіберді. Рахмет, рахмет сізге. Сол сәтте Әлияның жүрегі шым ете қалды. Өйткені ол көп жылдан бері алғаш рет біреудің алғысын жүрегімен сезінді. Бірақ дәл сол мезетте оның ішінде басқа ауыр сезім оянды. Неге мен Нұрланды құтқара алмадым? Ол терезеге бұрылып кетті. Көзінен үнсіз жас ағып тұрды. Самат аман қалғанымен Әлияның өз жанындағы жара әлі толық жазылмаған еді. Аурухананың терезесінен таңның алғашқы сәулесі көріне бастады. Ұзаққа созылған қараңғы түн ақырын ғана артта қалып бара жатты. Дәліз іші тынышталып қалған. Дәрігерлер кезек-кезек үйлеріне кетіп жатты. Ал Әлия жалғыз өзі терезе алдында үнсіз тұрды. Көз алдында қала оянып келе жатты.
Бірақ оның жан дүниесінде әлі дауыл басылмаған еді. Самат тірі қалды. Иә. Бірақ жүрегінің түбінде жылдар бойы қатып қалған бір сұрақ әлі де мазалайтын. Егер мен сол түні бәрін дұрыс жасасам, Нұрлан да тірі қалар ма еді? Осы ой оны әлі босатар емес. Ол баяу ғана бос орындыққа отырды. Қатты шаршағаны сонша қолдары дірілдеп тұрды. Сол кезде бөлім меңгерушісі Ермек аға келді. Жасы 50-ден асқан тәжірибелі дәрігер Әлияға үнсіз қарап біраз тұрды. Сосын жанына жайлап отырды. Самат аман қалады деді сабырлы үнмен. Әлия басын изеді. Бірақ жүзінде қуаныш жоқ еді. Ермек аға оны түсінетін. Көптен бері түсінетін. Сен әлі өзіңді кешірмедің ғой, иә. Әлия үнсіз қалды. Көзіндегі жас бәрін айтып тұр еді. Мен оны құтқара алмадым деді ол әрең. Даусы сынып шықты. 3 жыл өтті, бірақ сол түн мені әлі жібермейді. Ермек аға ауыр күрсінді. Әлия, сен дәрігерсің. Бірақ сен бәрібір адамсың. Жоқ, егер мен мықтырақ болғанда. Тоқта. Оның осы бір сөзі дәліз ішіндегі тыныштықты бөліп жіберді. Сен сол түні қолдан келгеннің бәрін жасадың. Бірақ ол қайтыс болды. Ал бүгін бір адам өмір сүріп қалады. Әлия көзін төмен түсірді. Мен кейде шаршап кеттім деді сыбырлап. Күнде өзімді кінәлай беремін. Күнде. Даусы дірілдеп кетті. Нұрланның соңғы көзқарасы әлі есімде. Ол жыламауға тырысты. Бірақ көз жасы еркінен тыс сырғып жатты. Ермек аға алғаш рет оның иығына қолын қойды. Кейбір жара бірден жазылмайды, қызым. Сонда не істеуім керек? Бөлім меңгерушісі терезеге қарап аз үнсіз отырды. Сосын баяу ғана. Өзіңді жазалауды тоқтатуың керек. Әлия оның жүзіне қарады. Нұрлан, сенің осылай қиналғаныңды қалар ма еді? Осы сөз Әлияның жүрегіне қатты тиді. Өйткені ол бұл туралы ешқашан ойланбаған еді. Нұрлан әрдайым күлімдеп жүретін. Қиын сәттің өзінде адамдарды жұбататын. Егер ол тірі болғанда, шынымен де қарындасының күнде өзін жеп жүргенін қалар ма еді? Жоқ. Әлия көзін жұмды. Сол сәтте ағасының күлген жүзі елестеді. Бала күндері, үй алдындағы жазғы кештер. Оның, сен бәрібір мықты дәрігер боласың деп күлген даусы. Әлия еріксіз жымиып жіберді. Көп жылдан кейін алғаш рет. Бірнеше күннен соң Самат есін жиды. Палата іші жарық еді. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Әлия палатаға баяу кірді. Самат әлсіз болса да күлімсіреуге тырысты. Сіз мені құтқарып қалдыңыз ба? Әлия жауап бере алмай қалды. Кеудесіне бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Саматтың анасы орнынан тұрып, оның қолын ұстап алды. Көзінен тағы жас шықты. Бірақ бұл жолы мұңның емес. Қуаныштың жасы еді. Сіз бізге үміт сыйладыңыз. Әлия алғаш рет өзін кінәлі адамдай емес. Біреуге шын көмегі тиген жан ретінде сезінді. Сол сәтте жүрегіндегі ауыр тас аздап жеңілдегендей болды. Кешкісін Әлия аурухана ауласына шықты. Жаңбырдан кейінгі таза ауа жанын тыныштандырғандай. Аспанда бұлттар арасынан күн сәулесі көрініп тұр. Ол терең дем алды. Көп жылдан бері алғаш рет кеудесі еркін тыныстағандай болды. Өткенді өзгерту мүмкін емес еді. Бірақ өткеннің көлеңкесінде өмір сүре беру де дұрыс емес екенін енді түсінді. Нұрланды қайтару мүмкін емес. Бірақ оның арманы мен сенімін жалғастыруға болады. Әлия аспанға қарап баяу сыбырлады. Мен сені ұмытпаймын. Бір сәт үнсіз тұрды. Сосын көзіне жас алып, бірақ күлімсіреп. Бірақ енді өзімді кешіруге тырысамын. Сол мезетте самал жел баяу есіп өтті. Бұл жаңа өмірдің басталғанын сездіргендей еді.